Блогерлерден бөлек дүниежүзілік көшпенділер ойындары шетелдік қонақтарды да таңғалдырды. Әсіресе сақтан қалған салт пен ғұннан қалған ғұрыпты дәріптейтін Ақшаңқай киіз үйлер мен өңірлерден келген мұражай әлі күнге дейін ел аузында жүр. Мәселен, Алматы облысының көрмесі 5 күн бойы тынымсыз қонақ қабылдаған. Есік қорығынан табылған алтын адамнан бастап, өңірде табылған ең құнды археологиялық жәдігерлер көрмеге қойылыпты. Ал киіз үйдің алдында сөреге қойылған Алматы портының 2 тоннасы қонақтарға тегін таратылды. Бұдан бөлек тұмса табиғатымен тамсандырған Көлсай көлдері мен Шарын шатқалысында әлемдік туризмде ерекше орын алатын табиғат ғажайыптары да таныстырылды. Шынымен де мынау біздің Асқар Алатаудың етегі Алматы облысы батырлар мен ақындардың елі деп айтады. Мынау Жыралы бір Жамбыл, классик жазушы Бердібек Соқпаевтың туған өлкесі Алматы облысы. ЮНЕСКО-ға енгеніне 20 жыл толып отқан біздің таңбалы тас қорық мұражайды Алматы облысында. Сондықтан барымызды осы елге, осы ұлы көшке сәні мен салтанатымен тамашалауға келген жайымыз бар.